Шаһарымыздың қоғамдық өміріне белсене атсалысып, қаламыздың дамуына үлесін қосқан азаматтарды марапаттайтын салтанатты жиын жағымды жайттардан басталды. Онда арнайы әзірленген көрме барша келушілерді қарсы алып, жергілікті мектептердің шығармашылықтары көрініс тапты. Айтулы шаралар барысы өз салаларының үздіктері марапатталған мерекелік жиынға ұласты. Оның барысында сөз алған қала әкімі Еркебұлан Байахметов еліміздің төл мерекесімен барша жерлестерімізді құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Бүгінгі мерейлі мейрамның маңыздығын атап көрсетті. Бұл мереке барлық қазақстандықтар тағдырына жауапкершілікпен қарайтын елді құрайтын бір тұтас Қазақстан халқы үшін басты мереке. 1991 жылдың 16 желтоқсанда Қазақстан халқы мемлекеттік құру жолындағы өзінің аса маңызды қадамын жасап, тәуелсіздігін жариялады. Осы сәттен бастап Қазақстан және барша қазақстандықтар дамудың дербес жолын бастады. Тәуелсіздік жылдары ішінде біз көптеген қиындықтарды, экономикалық дағдарыстарды, халықаралық және өңірлік қатерлерді лайықты еңседік. Осы мерейлі мереке күні сіздерге және жақындарыңызға мықты денсаулық, табыс және береке бірлік тілеймін. Мерекелік жиын барысында Қазақстан Республикасының еңбек және халықты қорғау министрлігінің құрмет грамотасымен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкері Бекзат Садырова марапатталды. Ал Ақмола облысы әкімінің құрмет грамотасымен ЕПК Степногорск кәсіпорнының механикалық учаске бастығы Хасенов Самат қошеметтелді. Сонымен бірге шаһарымыздың өркендеуіне қосқан үлесі үшін 10 түрлі маман иелері қала әкімінің арнайы алғыс хаттарымен құрметтелді. Ерен еңбектері еленген азаматтар арнайы марапаттауларды қабылдаған соң барша көрермен назарына концерттік бағдарлама ұсынылды. Жергілікті талантты өнерпаздарымызбен бірге дәл осы күні орталық мәдениет сарайының сахнасында астаналық шабыт триосы өнер көрсетті. Әсем әндерін шырқап келушілерге мерекелік көңілге сыйланды.